Мектеп парламенті бұл белсенді оқушылар, олар мектеп өміріндегі мәселелер мен ағымындағы істерге бей-жай қарамайды. Бұндай істерге шығармашыл көзбен қарайды. Мектептің алдына қойған мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыруға белсене араласады. Мақсаты – білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті, өзінің жеке басын, қоғам мен мемлекетті жетілдіру мүддесінде әрекет ете алатын жоғарғы мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу. Парламент міндеттері. Мектеп парламенті оқушылардың өкілетті ұйымы болып саналады. Сонымен қатар, алдына мына бағыттағы міндеттерін қояды. Мектеп ортасында өзін басқару дағдыларын дамыту, азаматтық айқын көзқарас танытуға, адамгершілік қасиетті жоғары ұстауға, оқушылардың рухани мәдениетін көтеруге тәрбиелеу. Білім алу кезінде мектеп парламенті оқушылардың қызығушылығын арттыруды жүзеге асырады.